Assalamualaikum қазақ про арнасы. Бүгін біз бүгінгі сабағымызда TikTok'та аналитиканы, яғни біздің осы күнге дейін жеткен жетістіктеріміз қалай көру керектігін білетін боламыз. Бірінші осылай TikTok'ымызға кіріп аламыз. Және де дәл осылай профиль деген жерді басамыз. Профиль деген жерде мына төбесіндегі 3 жасықшаны басамыз. Сосын барып бітеміз. Настройка конфиденциальности дегенді басамыз. Кешіріңіздер, тілім келмейді. Және де осы жерде аналитика деп тұрады. Аналитика дегеннің үстін басамыз. Осының үстін басатын болсақ, біздің бұрынғы тарихтарымыз шығатын болады. Яғни біздің қанша подписчик бар, қанша лайк бар деген секілді қылып біздің тарихымыз шығатын болады осы TikTok'тағы. Мысалы, қазір менде 84% минус. Қазір менде актив құлаған деген сөз. Міне, просмотрдан 14% актив құлаған, лайктан 95% актив құлаған, комментариядан 93% құлаған, репосттан почти вообще құлаған деген сөз. Наша стрим дегенді басамыз. Бұл жерде стрим дегенде де тоже солай. Міне, менде ең көп просмотр эфирде 184 просмотр болған, активность зор болған кезде. Дәл осылай ауыстырып көре береміз. Новый подписчик. Міне осы жақында тіркелген 3 подписчик тіркелген, жақында менде тікелей эфирдің арқасында. Және де жақында осы мен 2 сағат отырғам эфирде. Маған 7 адам подарка атқан деген секілді болып көрінеді. Мына жерде 400 алмас. Осы март айында жиналған 400 алмас бар. Осы март айында 2 сағат отырғам. Март айында полный мен 184 адам көрген. Полный 3 адам тіркелген, маған 7 адам подарка атқан деген сөз білдіреді. Мен үстін басатын болсақ, міне, другой зритель. Әртүрлі адамдар жібере береді маған. Көбінесе подписчиктерім жібереді екен, 96%. Дәл осылай эфирге ғана кіріп кетпей шығатын боламыз. Подписчик деген жерге кіретін болсақ, міне менде дәл осылай көтеріліп келгем. 5%, 22%, одан кейін бұлай түскем. Қазір менде 5% плюсте тұр. Мені 60% ер адам көреді екен, 39% әйел адамдар көреді екен мені. Және де 65% қазақстандық адамдар көреді екен, 13% Ресейдің адамдар көреді екен, 9% қырғызстандық, 2% штат Соединенный штат көреді екен, 2% Өзбекстанның адамдар көреді екен. Ал мынау болса осы марттағы аналитиканы білдіреді. Сіздің подписчиктеріңіз осы март бойы көбінесе 11-де отырады деп тұр. Сағат 11-де отырады деп тұр сіздің подписчиктеріңіз. Яғни сол уақытта видео жасасаңыз, тікелей эфирге кірсеңіз, көп рекке кіру мүмкін деген мағынаны білдіреді. Ал контент дегенді кіретін болсақ, создат пост наштен видео саламыз. Міне менің видеоларым, азақ видео бар. Кешіңіздер. Осы видеоның үстін басатын болсақ, осы жерде нелер тұрады? 300 адам көрген, 28 лайк, 6 комментария, репост жоқ. Менде көп просмотр болмағаннан кейін қанша сағаттар көрінбейді. Соққа қоя тұрайық, мен екінші аккаунтымнан көрсетейін. Ал достар, мен екінші аккаунтыма кірдім. Міне контент дегенді басым. Міне осы жерлерде менің видеоларым рекке кірген. Мысалы, қайсы видеоны көреміз? Мына видеоны көрейік. Осы видеомды көрейік. 19 миллион адам көрген менің видеомды. 1 миллион 200 мың лайк жиналған, 3143 комментария, 13400 репост жиналған. Ал осы жерде ең маңыздысы 68254 сағат 22 минут 25 секунд полный қаралым. 19 миллион адамның барлығы осынша сағат көрілген, полный сағаты. Средний время просмотр дейді. Көбінесе адамдар 12 секундқа дейін көрген деген мағынаны білдіреді. Просмотр видео полностью. Менің видеомда полный 58% адам полный көрген. Максимум зритель. Бұны түсінбедім. Просмотр
бұл жерде рекомендациядан 97% адам мені рекомендациядан көрген, ал 2% адам менің профиліме кіріп көрген осы видеомда. Осы видеомда 7% бразилиян адамдар, 6% Ирак, 5% Алжир, 5% Россия, 4% Египет, 4% Қазақстанның адамдар көрген. Яғни аналитиканы осылай көре берсек болады достар. Біздің видеомыз осымен аяқталды. Видео ұнаса лайк басып, комментарияға өз сұрақтарыңызды жазып, әрине қоңыраушаны басып кетейік. Қазақ Про арнасы. Бүгінмен видеоlarımыз аяқталды. Сау болыңыздар.